Сәлем, қайырлы күн достар. Қазақстан тарихынан ұбт нұсқасын талдау сіздермен бірге Әлихан ағай. Олай болса біз сабағымызды бастаймыз. Бірінші сұрақ: біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңы және 2-ші мыңжылдықтың басындағы материалдық мәдениеттегі жетістік дейді. Бұл дұрыс жауабы Б варианты болады. Яғни дөңгелекті арбаның пайда болуы, қола өндірісінің пайда болуы. Осы сұрақ жекелей түрде де келеді кейде. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңы ол қола өндірісінің пайда болуы деп. Енді басқа нұсқаларға да тоқталып кетейік. Мал шаруашылығының қалыптасуы дейді. Мал шаруашылығы неолиттік төңкерісте, одан кейін энеолит кезеңдерде біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші, 3-ші мыңжылдықтар кезінде мал шаруашылығы қалыптасқан болады. Ал садақ пен жебенің пайда болуы ол мүлдем мезолит дәуірі кезінде пайда болған. Ал трансконтинентті жолдарының пайда болуы ол сол Ұлы Жібек жолы кезінде, яғни Ұлы Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта болатын болса, сол кезеңде пайда болды десек те болады. Демек дұрыс жауабы болады екен. Кеттік 2-ші сұрақ: батыс түрік қағанатының орталығы дейді. Бұл әрине Суяб қаласы. Жалпы батыс түрік қағанатының 2 ордасы болды, жазғы және қысқы ордасы. Жазғы ордасы деп сұраса, онда ол Мыңбұлақ болады. Мыңбұлақ. Ал қысқы ордасы ол Суяб қаласы екен. Енді Суяб туралы оның қайда орналасқандығында білу керекпіз. Ол Шу өзенінің бойында орналасқан. Бұл Суяб қаласы батыс түрік қағанатының, одан кейін Түргеш қағанатының және Қарлұқ қағанатының орталығы болған қала. Келесі Имақияға тоқталайық. Имақия бұл Қимақ мемлекетінің орталығы. Ол Ертіс өзенінің бойында орналасқан екен. Келесі Сығанақ қаласы. Сығанақ қаласы бұл моңғолдық кезеңдегі Ақ Орда мемлекетінің орталығы болды. Одан кейін Ақ Орданың орнына келген Әбілқайыр хандығының орталығы болған. Кейін Әбілқайыр хандығынан бөлініп шыққан Керей мен Жәнібек қазақ хандығының негізін қалағаннан кейін қазақ билеушілерінің де алғашқы ордаларының бірі болды. Келесі Баласағұн қаласы дейді. Баласағұн қаласы бұл Шығыс Қарахан мемлекетінің орталығы болған екен. Және мынау Сығанақ қаласына тоқталатын болсақ, бұл негізі Сыр бойында орналасқан. Сыр бойы. Және Сығанақ қаласы сонымен қатар айтпақшы Қыпшақ мемлекетінің де орталығы болды. Қыпшақтар оң қанат, сол қанат болып 2 қанатқа бөлінді. Сол Қыпшақтардың сол қанатының орталығы Сығанақ қаласы Сыр бойындағы, ал оң қанатының орталығы Сарайшық қаласы. Ол Жайық өзенінің бойында екен. Жалпы орта ғасырлық мемлекеттердің орталығы, ордасы туралы түгел жаттап алу керек. ұбт-да үнемі келетін сұрақтардың бірі осылар. Келесі 1771 жылы бүкіл 300-дің ханы болып сайланды. Бұл бізде Абылай хан. Абылай хан лақабаты Сабалақ. Лақабаты, ал шын аты, яғни азан шақырылып қойылған аты Әбіл Мансұр. Осындайда кейде сұрақтар келеді. Және Абылай хан 1771 жылы 300-дің ханы болып сайланды. 1781 жылға дейін билік еткен екен. 81 жылы қайтыс болып, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген. Келесі Тәуке ханға тоқталатын болсақ, Тәуке хан 1680-1715 жылдар аралығында, кейбір деректе 1718 деп те келеді, билік еткен екен. Әбілқайыр хан бұл кіші жүздің ханы болды. Кіші жүздің ханы.
1748 жылға дейін кіші жүздің ханы болды. Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына оның ұлы Нұралы хан тағайындалды. Нұралы хан кіші жүзде 1748-ден 1786 жылға дейін басқарған екен. 86 жылы ол кіші жүзде Сырым датылы көтерілісі барысында ол кіші жүзден қуылады. Одан кейін Уфаға жер аударылып, сол жерде қайтыс болды. Уфада қайтыс болған екен. Уфада қайтыс болды. Демек, үшінші сұрақтың дұрыс жауабы ол С жауабы, Абылай хан. Келесі, 20 ғасырдың бас кезінде шетелдік кәсіпкерлердің қолына өтті дейді. 20 ғасырдың бас кезінде шахталар мен кен орындары шетелдік кәсіпкерлердің қолына өткен. Келесі, 1979 жылы қазақ халқының мүддесімен санаспаудың көрінісі болған оқиға дейді. Бұл бізде неміс автономиясын құру туралы идея. Жалпы неміс автономиясы бұл бізде Целиноград оқиғасын туғызды. Біздің Қазақстанның Ақмола, Көкшетау, Павлодар және Қостанай облыстарын біріктіре отырып, неміс автономиясын құру тиіс болды. Неміс автономиясы. Бірақ 1979 жылы көтеріліс нәтижесінде жастардың бұл автономия құрылмады. Келесі, орталығы Ерейментау қаласы болуы керек еді. Осы сұрақта кейде келеді. Орталығы Ерейментау қаласы болуы керек еді. Келесі, басшысы ретінде Коркин тағайындалды осы кезде. Басшысы. Кейде осыларды жаңағы неміс автономиясының құрамына ену тиіс болған облыстарды сұрайды, кейде орталығы болған қаланы да сұрайды ОБТ базасында. Келесі, мұнда тың және тыңайған жерлерді игеру ол 1954 жылы жүргізілді. Байқоңыр ғарыш айлағы сол 20 ғасырдың 50 жылдардың жартысында, яғни осы 1955 жылы Байқоңыр ғарыш айлағы пайдалануға берілді. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы тек Б варианты болады екен. Келесі, 2012 жылы Германияның оңтүстік Тюрингия опера театрында сахналанған туынды дейді. Бұл Абай операсы болады екен, Б варианты. Келесі сұрақ, 670 жылы ассириялықтармен соғыста қаза болған Скиф патшасы. Бізден Скиф патшасын сұрап тұр. Бұл жерде дұрыс жауабы Ишпакай болады екен. Енді Томирис біз білеміз, сақ массагеттерді бастап Кирге қарсы соғысқан. Біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы. Келесі, Зарина дегенде сақ патшайымы. Зарина туралы көптеген аңыз әңгімелерде кездеседі. Және Зарина патшайым бірнеше қаланың негізін қалағандығын айтады. Қаланың негізін қалаған. ОБТ-да бірнеше қаланың негізін қалаған аңыз әңгімелерде кездесетін сақ патшайымы деп келеді. Ол бізде Зарина патшайым екен. Ал Анахарсис кім дейтін болсақ, ол сақ ойшылы. Сақ ойшылы Анахарсис деген адам болған. Ол патшайым, патша болмаған екен. Келесі сұрақ, Қатаған тайпасының жазадан аман қалған бір бөлігі кетті дейді. Қайда кетті? Олар Ауғанстанға кетті. Б варианты дұрыс болады. Енді Қатаған тайпасы бұл қандай оқиға дейтін болсақ, жалпы Қатаған қырғыны деген оқиға болған. Қатаған қырғыны. Ол туралы бізге Әбілғазы деген тарихшы баяндайды. Енді бұл қандай оқиға? Қатаған қырғыны 1627 жылы қазақ хандығында екі ханның арасындағы
теге тірес. Ол заңды Есім хан және Тұрсын ханның арасындағы қақтығыс. Енді негізі Есім хан 1598-ден 1628-ге дейін хан болған. Түркістан қаласында ел биледі, астанасын Түркістан етті. Ал Тұрсын хан осы Есім ханға қарсы шығып, яғни оппозиция болды десек те болады, 1613 жылы өзін Ташкент қаласының билеушісі етіп жариялады. Оны Ташкент қаласының билеушісі етіп, негізі Аштархани әулетінің, яғни бұхарлықтардың ханы Имам Құли көмектескен болатын. Соның ықпалымен Ташкенттің билеушісі болды. Және 1627-ге дейін астанасы Ташкент етіп, оңтүстік өңірлерді осы Тұрсын хан басқарды. Және Тұрсын хан бүлік жасап, Есім ханға қарсы саясат жүргізіп, Түркістанға шабуыл жасаған 1627 жылы. Түркістанға шабуыл. Осы Есім хан кейін Тұрсын ханның осы бүлігін басу үшін 1627 жылы Ташкентке аттанады. Сол Ташкент маңында ірі шайқас өтеді. Тұрсын ханды және оның қолдаған Қатаған деген руы болды. Қатаған руы. Осы Қатаған руын жазалаған болатын. Соның Қатаған руын енді өлім жазасына кесті. Содан қашып құтылған, аман қалған бір бөлігі Ауғанстанға қарай кетуге мәжбүр болды. Сонымен қатар Қатаған рулары ұйғыр және қырғыз руларының арасына қосылып, солардың арасына кіріп кеткен екен кейбіреулері. Осылайынан да келуі мүмкін ұмытыда. Кеттік, келесі сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ халқының қоғамдық саяси ойын дамытып, ұлттық сана сезімін оятқан жағдай дейді. Хандық басқару жүйесін қалпына келтіру емес, өйткені бізде хандық жүйесі 1822-1824 жылдары жойылды. 1822 жылы орта жүзде, 24 жылы кіші жүзде. Ал оларды қайда қалпына келтіруге тырысқан Кенесары Қасымұлы еді. 1841-1847 жылы Кенесары қазақтың ханы болды, қайта хандық билікті қалпына келтірді. Ал бұл 19 ғасырдың бірінші жартысына жатады. Капиталист қатынастардың күйреуі дейді, бұл да қате. Халықаралық сауда қатынастардың дұрыс жолға қойылуы да қате. Бұны неде логично жауап беруге болады? Ұлттық отаршылдық езгінің күшеюі да жауабы дұрыс болады екен. Ұлттық отаршылдық езгі күшейген сайын қазақ халқының қоғамдық саяси ойы одан әрі дами түседі. Ұлттық сана сезім одан бетер ояна бастайды екен. Келесі Ұлы Отан соғысының батыры Бақтыораз Бейсекбаевтың ерлігі дейді. 10-шы сұрақ. Жау дзотын өз кеудесімен жауып жол ашты дейді. Бұл бізде Сұлтан Баймағамбетов деген батыр бар, Кеңес одағының батыры. Бұл жерде сол Баймағамбетовтың ерлігісі көрініп тұр. Жанған ұшағы арқылы жау танк шоғырын жойды дейді. Дұрыс жауап осы Б варианты болады екен. Бұл Бақтыораз Бейсекбаевтың жасаған ерлігі. Бақтыораз Бейсекбаев Масловтың экипажының құрамында болған және жанған ұшағын осы жаудың танк шоғырына құлатып барып жойған екен. Және Бақтыораз Бейсекбаев осы ерлігін біразға дейін дәлелденген жоқ. Негізі дәл осы ерлікті жасаған Масловтың экипажы емес, негізі Гастеллоның экипажы деп біраз уақытқа дейін солай айтылып келді. Бірақ кейін зерттеу жұмыстары нәтижесінде ол ерлікті жасаған негізі Масловтың экипажы екендігі дәлелденіп, соның қатарындағы Бақтыораз Бейсекбаевтың болғандығы да дәлелденді. Кейін 1998 жылы Бақтыораз Бейсекбаев халық қаһарманы атағын алған екен. Қазақстан халық қаһарманы деген атақты Назарбаев оған берді. Енді қайтыс болғаннан кейін бірнеше уақыттар өтіп кеткеннен кейін ғана алған екен өзінің атағын. Келесі жау түбінде жаудың бетін қайтарды дейді. Мәскеу түбінде бізде Бауыржан Момышұлы деген дұрыс болады. Ал Рейхстагқа жеңіс туын тіккен ол әрине Рахымжан Қошқарбаев. Демек дұрыс жауабы екен. Келесі сұрақ. Келесі енді 11-ші сұрақтан бастап бізде контексттік тапсырмалар. Бірінші карта бойынша жұмыс, яғни карта тарихи білімдеріңізді пайдаланып,
Моғолстанның астанасын анықтаңыз дейді. Моғолстанның астанасы ол Алмалық қаласы. Дұрыс жауабы Д болады екен. Алмалық ол Іле өзенінің бойында орналасқан. Келесі, картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Моғолстан аумағын анықтаңыз, яғни территориясын анықтау керек. Жалпы мынау Балқаш көлі мен Қырғызстанда Ыстықкөл деген көл бар. Сол екі көлдің аралығындағы жерді Жетісу деп атайды. Ал мынау бөлік Қытайдың, бұл жер Шығыс Түркістан деп аталады. Және қазіргі Қырғызстан аумағы. Бұл Моғолстанның территориясы екен. Бұны картадан бірден анықтауға болады. Маңғыстау түбегі мүлдем картада көрініп тұрған жоқ. Сырдария, солтүстік шығыс Қазақстанда қате екен. Келесі, Моғолстанның негізін құраған Дулат тайпасы иеленген аумақты анықтаңыз дейді. Енді мына жерде жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, бізден Дулат тайпасын сұрап тұр. Және мына картадан да мән беріп қарайтын болсақ, Дулат әмірлігі Маңлай Сүбе аумағын иеленгендігі де көрсетіліп тұр. Яғни Маңлай Сүбе жері. Демек бұл жерде дұрыс жауабын Б варианты деп белгілесек кім болады екен. Маңлай Сүбе аумағы Әмір Полатшыға берілген негізі. Әмір Полатшы осы Дулат тайпасының әмірі еді. Келесі, карта мен тарихи білімдеріңді пайдаланып, 1452-57 жылдардағы Есен Бұға билігі кезінде Моғолстанға шабуыл жасаған тайпаны анықтаңыз дейді. Бұл жерден картаны пайдаланатын болсақ, мұнда ойрат тайпалары тұр. Жалпы Моғолстанға шығыстан қауіп төндіріп, жиі жорықтар ұйымдастырған ол ойрат тайпалары. Дұрыс жауабы С варианты екен. Ноғайлар болуы мүмкін емес, өйткені олар Еділ мен Жайық аралығында өмір сүрген Қазақстанның батыс өңірінде. Олар мүлдем Жетісуға қауіп төндірмеген. Келесі, тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Батпақ шайқасы кезіндегі моғол әскерін басқарған билеушіні анықтаңыз дейді. Батпақ шайқасы 14 ғасырдың екінші жартысында, нақтылайтын болсақ 1465 жылы болған екен. Бұл шайқас Ілияс Қожа мен Әмір Темір арасында өтті. Және бұл шайқаста Ілияс Қожа жеңді. Жалпы Әмір Темір жеңген жалғыз билеуші бар шығар, осы Ілияс Қожа. Кейін Ілияс Қожадан кейін билікке Қызыр Қожа келеді. Қызыр Қожаның кезінде керісінше Әмір Темір күшейіп, Қызыр Қожа Әмір Темірге бодандығын мойындауға мәжбүр болды. Келесі контекстік сұрақ бізде Жұмабек Ахметұлы Тәшенов туралы берілген екен. Контексті мұқиятты оқысақ, негізі контекстен де жауаптарын табуға болады. Енді Жұмабек Тәшеновке тағылған айыпты анықтаңыз деп тұр. Жұмабек Тәшеновке ұлтшыл деген айып тағылған екен. Демек дұрыс жауабын С жауабын белгілесек болады. Келесі, республика жерін бөліп алу әрекетімен Ресейге қосу жоспарланған Тың өлкесінің біріктірілген өңірді анықтаңыз дейді. Бұл әрине солтүстік өңірлер. Жалпы Хрущевтің кезінде мына Қазақстан картасы деп алатын болсақ, Қазақстанның солтүстік өңірлері Тың өлкесін Ресейге, мына жердегі Маңғыстауды, мына жерде Түркменстан деген мемлекет бар, сол Түркменстанға, ал мына оңтүстік Қазақстандағы Бостандық ауданын, оңтүстік өңірлерді, мақтал өсірілетін аудандарды Өзбекстанға беру туралы жоспар дайындалған болатын, бірақ осыған батыл түрде қарсы шыққан Жұмабек Тәшенов екен. Келесі, Жұмабек Тәшеновтың Қазақстан тарихындағы рөлін анықтаңыз дейді. Жұмабек Тәшеновтың арқасында жалпы қазақ халқының аумақтық тұтастығын сақтап қалды. Егер Жұмабек Тәшеновтың ерлігі болмағанда, ол біздің жерлеріміз Түркменстанға, Өзбекстанға және Ресейге беріліп кетуі мүмкін еді. Келесі, 1952-55 жылдары Жұмабек Тәшеновтың атқарған қызметін анықтаңыз. Бұл да негіз контексттік сұрақта болу керек. Ол Ақтөбе облыстық партия комитетінің хатшысы қызметін атқарған. Ал Жұмабек Тәшенов Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметін 60-61 жылдары атқарған, және осы жылдары Хрущевке өзінің наразылығын білдіріп, жерлеріміздің тұтастығын сақтап қалған екен. Келесі, сәйкестендіру. Соңғы сұрағымыз,
1960 жылдары Қазақстан жерін бөлу кезінде одақтас республикалар мен оларға берілуі тиіс болған маңызды экономикалық салаларды анықтаңыз дейді. Енді Түркменстанға Маңғыстау өңірі берілуі керек еді. Ол бізде мұнай кен орындары. Демек, бірінші жауап болады екен. 2. Өзбекстанға мақталы алқаптар. А варианты. Және үшіншісі тың өлкесі Ресейге берілу керек еді. Демек, А жауабы. Б, А, Ә. Жақсы, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазамыз, және керекті ақпараттардың барлығын міндетті түрде дәптерімізге жазып аламыз. Сау болыңыздар.